Математикалық сауаттылықта келген боялған бөліктің ауданын табу. Мына жерде қарайтын болсақ, екі шаршы берілген. Квадраттың бізде екі қабырғалары бірдей болады. Мысалы, мынау жерде бізде 4 деп тұрса, демек мынау да 4 метр болады. Демек мынау бізде 6 деп тұр ғой, демек мынау да 6 болады. Енді бұл жерде боялған бөлікті қалай табамыз? Бізде жеке-жеке екі квадраттың ауданын тауып алып, екеуін қосып жіберейік. Мына квадраттың ауданы бізде S1 тең болады. Мынау 6 болса, 6-ның квадраты 36-ға тең ауданы. Келесі S2 тең, мынау бізде 4 болса, оның квадраты бізде 16-ға тең. Енді екеуін қосайық, сол кезде жалпы аудан шығады. Мына жалпы деп жазып қояйық. Жалпы ауданы бұл жерде екеуін қосатын болсаң бізде 52 болады. Енді осыны белгілеп алайық. Біз мына 52 жалпы ауданын таптық. Енді бізде мына боялмаған бөліктерді тауып, осыны жалпы ауданын алып тастасақ, боялған бөлік шығады. Енді боялмаған бөлікті қалай табамыз? Оны былай қарап отырсақ, мына астындағы мына бөлігін қарап отырсаңдар, үшбұрыш болып тұр, солай ма? Осы үшбұрыштың ауданын қалай табатын едік біз? Ол үшін біздер ұзындығы мен енін көбейтіп, 2-ге бөлетін едік. Мына жерге тауып жүрейік. S бірінші үшбұрыштың ауданы. Ұзындығы неше? Мынау 6, 4. Екеуін қосатын болсақ 10 болады. 2-ден 1 формуладағы 10 көбейтілген биіктігіміз бізде 4-ге тең болып тұр. Мына жеріміз 4 тең болады бізде. Мына 4 пен 2-ні қысқартып жіберейік. 1, мынау 2. 2 мен 10-ды көбейтіп жіберейік. Сонда бізде 20. Мынаның ауданы бізде 20-ға тең екен. Демек бізде мына жеріміз бізде 20-ға тең. Жазып қояйық. Мына астындағы мына үшбұрышымыз бізде 20-ға тең. Келесі жоғарыда тұрған мына боялмаған үшбұрышты табайық. Оны қалай табамыз? Оны да ұзындығы мен ені. Бұл бізде мынау 6 еді ғой, квадрат. Мына жағы да бізде 6-ға тең. 2-ден 1, 6 көбейту 6 болды. 6 мен 2-ні қысқартып жіберейік. 1, мынау 3, 3 пен 6-ны көбейтсек 18 болды мынаның ауданы. Жалпы ауданнан 52-ден алып тастаймыз. Мына 20-ны, одан тағы алып тастаймыз 18-ді. 14-ге тең. Сонда бізде боялған бөліктің ауданы 14-ге тең екен.